Сәлем достар, Назар FM медиа орталығы сіздерге музыка әлемі бағдарламасын ұсынады. Сіздермен болатын мен, Марал Асхатқызы. Музыка адамзаттың рухани азығы, жан серігі және өзінің көркемдігі, нәзіктілігімен адам жанын баурап, олардың жақсы мінез құлықтарының қалыптасуына әсерін тигізеді. Жас өспірімдерді музыка әлемін түсініп қабылдауға, талғамбастығын тәрбиелеуге, эмоциялық сезімталдылығын қалыптастыруда, яғни білімді, мәдениетті болып өсуіне әсер ететін, яғни мектептегі музыка тәрбиесінің алатын орны өте ерекше. Музыка өнері әр ұлттың ертеден келе жатқан мәдени, яғни талғамының бір арнаға құйылып, асқақты күймен өрбіп, дамып отыратын көптеген ғасырлық үнінің жемісі. Музыка жалпы өмірдің, бүкіл дүниенің, қимыл іс-әрекетінің образды, яғни бейнелейтін диалектикалық құбылыстардың адам сезінімінің, яғни қабаттастырып, әсерлі дыбыстардың ұйқасы арқылы үндесу әуезді бір жиынтығы. Достар, осы орайда бір сұрақ туындайды. Жас өспірімдерге қандай музыкамен ән тыңдауға кеңес бересіз? Достар, өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып қалдырсаңыздар болады. Музыканы тыңдай білу, яғни оны түсініп, ұғыну және адамның біліміне, көңіл күйіне, оның өмірден алған тәжірибесіне байланысты. Яғни әдебиет сияқты музыкада барлық кәсіп иелерінің сусындай ләззат алатын өмір талшығы. Ұлы Абайдың әннің де естісі бар, есері бар деген ұлы бір сөзі бар. Әуеннің еріміне түскен толқын құлақтан кіріп, бойыңызға тараған кезде түрлі әсерде боласыз. Дегенмен, әр музыканың адамға әр түрлі әсер ететінін ескере отыру керек. Себебі музыканың бәрі бір жанрға негізделмейді. Олардың хип-хоп, джаз, лирикалық, рок-н-ролл, яғни блюз деген сынды көптеген жанры бар. Яғни әр жанрдың толқыны әртүрлі, соны есте сақтаған жөн. Адам музыка тыңдау арқылы ішкі жан дүниесін сыртқа шығарады. Мұңайған сәтте қуану үшін ең жақсы көретін музыкаңызды тыңдау жеткілікті де, яғни болуы мүмкін. Тіпті сөзбен жеткізе алмай тұрған сезіміңізді сіз тыңдап отырған әуен жеткізе алады. Жан дүниеміздің нәзік қырлары әуенмен бірге толқиды. Бұл жанның тыныштығы. Ішкі әлемнің сырын ақтаруға, әсіресе лирикалық жанрдағы сазды әуендер әсер етеді. Достар, қорыта келе адам миы мен жүрегі сезімтал және сырттан келетін кез келген дүниені қабылдауда өте белсенді. Бәрін өзіңізге жақын тарта берсеңіз, ауырып қалуыңыз мүмкін. Сол себепті достар, музыканы да талғаммен тыңдай біліңіз. Достар, біздің Facebook, YouTube, Instagram желілеріне тіркеліп, өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза аласыздар. Сіздермен болған мен, Марал Асхатқызы. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.